Сәлеметсіңдер ме? Мен Алматы облысы білім басқармасының Қарасай ауданы бойынша білім бөлімі Мушинский атындағы орта мектептің қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі Бегеметова Нағима. Бүгінгі 9 сыныпта өтетін тақырыбым PISA тапсырмаларын саралау әдістері арқылы Қазақстан бейбітшілік пен ынтымақтастық жаршысы тақырыбымен кіріктіріп оқыту. Бүгінгі сабақтың мақсаты ізденіс арқылы саралау тапсырмалары мен PISA тапсырмаларын саралау әдісі арқылы нәтижеге жету. Қоғамдық саяси әлеуметтік экономикалық ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрда кең көлемді мәтіндегі мақала, интервью, мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін таңдау. Оқушылар базалық жетілдірілген және тереңдетілген деңгейлер негізінде оқу материалын меңгереді. Оқушылар ойлаудың жоғары деңгейіне жетіп, шығармашылық тапсырмалар орындай алады. Саралау дегеніміз оқушылардың ерекшеліктеріне қарай білім беру жүйесі. Ол ішкі саралау және сыртқы саралау болып бөлінеді. Ішкі саралауда оқушылардың ерекшеліктеріне қарай тапсырмалар арқылы білім беріледі. Сыртқы саралауда факультатив және бейіндік пәндер бойынша қосымша сабақтар ұйымдастыру арқылы білім беріледі. Сіздердің көріп отырғандарыңыз саралау түрлері. Ары қарай осы түрлерін сабақта қолданамыз. Бүгінгі саралау жұмыстарын сабақта 8 түрін қолдандық. Енді сабақтың басында бірінші сабақтағы жылдамдық саралау әдісін қолдандым. Мұнда оқушыларды өткен сабақты еске түсіріп, құрмалас сөйлем дегеніміз не? Құрмалас екі үш сөйлемнен құралып, күрделі ойды білдіреді. Салалас құрмалас екі жай сөйлем тең дәрежеде байланысады. Сабақтас құрмалас бағыныңқысы бағының басыңқыға бағына байланысады. Аралас құрмалас дегеніміз салаласа да, сабақтаса да байланысатын құрмалас сөйлемнің түрі деп оқушы өз ойларын айтады. Әрі қарай сабағымыздың ортасында мақсат бойынша саралау түрін өтеміз. Бұл сабақты жоспарлаудан басталады. Оның ішінде дарынды оқушылармен жұмыс көп жүргізіледі. Бүгінгі сабағымызда үштік әдісін қолданамыз. Бізге мәтін берілген. Мәтін Қазақстан бейбітшілік пен ынтымақтастықтың жаршысы деген мәтін. Осы үштік әдісінде мәтінді оқиды, тыңдайды және жазады. Осы мәтіннен 3 сұрақ құрастырады. Бірінші сұрақ: Қазақстанның әлемдік саясатта атқаратын рөлі қандай? Екінші: әлемдегі бейбітшіліктің Қазақстан үшін орны қандай болмақ? Үшінші: Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің мүшесі ретінде атқаратын істері туралы білесің бе? Деген мәтіннен сұрақтар құрастырып, жауабын жазады. Үшінші: осы сабақтың үстінде нәтиже бойынша саралау жұмыстары жүргізіледі. Бұл оқушыларға бірдей тапсырмалар беріледі, бірдей міндет қойылады. Әр оқушы өз деңгейінде нәтиже көрсетеді. Бұл сабақтың үстінде дауыстап ойлау әдісін қолдандым. Мұнда дарынды оқушылардың жұмысын мұғалімдер өздері тексере береді, ал мұғалімнің көмегін қажет ететін оқушының жұмысын дауыстап, айтып, оқып, құраған сөйлемін, мәтіннен алынған құраған сөйлемін аралас құрмалас еткізіп жасайды және соны дәлелдейді. Мысалы, еліміз осынау зор сенімнің үдесінен шығады да, Қазақстанның әлемдік аренадағы абыройы асқақтай түсеріне кәміл сеніп, баршаңызды осы табысымызбен құттықтаймыз деген сөйлем құрады. Бұл сөйлем құрмалас сөйлем, себебі 3 жай сөйлемнен тұр. Құрмаластың ішіндегі аралас себебі салаласа да, сабақтаса да байланысып тұр деп мұғалімнің көмегін қажет ететін оқушы дәлелдейді. Енді осы сабақтың үстінде диалог негізінде саралау әдісін тапсырмаларын орындадық. Мұнда мұғалім мен оқушының арасындағы сұхбат. Біз күнделікті сабақта мұғалім мен оқушы арасында сұхбатты жүргізіп отырмыз. Бұл үшін мұғалім әр оқушының қабілетіне қарай
сұрақ арқылы кері байланыс жасайды. Мысалы, дарынды оқушыға осы мәтін қандай стильде жазылған деп сұрақ қойса, дарынды оқушы стильдің барлық түрін біледі. Сондықтан сұраққа жауап бере алады. Мұғалімнің көмегін қажет ететін оқушы мәтінде қандай тақырып көтерілген деген сұрақ қоюымызға болады. Осы сұраққа жауап береді. Енді оқушыға қолдау көрсету арқылы саралау тапсырмасында дарынды оқушыға жеке тапсырмалар орындайды. Осы тақырып бойынша тест құрастыруына болады. Мұнда дарынды оқушыға аралас құрмалас сөйлемді тап деп беріліп тұр. Осы мәтіннің ішінен құралған тестті оқушы өзі құрайды және аралас құрмалас сөйлемді дәлелдейді. Біз сабағымыздың үстінде қарым-қатынас формалары бойынша саралау әдістерін жүргіздік. Мұнда мұғалімнің көмегін қажет ететін оқушы дарынды оқушыдан көмек сұрайды. Бұл сабақтың үстінде 1 минуттық әңгіме әдісін қолдандым. Кейбір кезеңдерде дарынды оқушыдан мұғалім көмегін қажет ететін оқушы көмек сұраған кезде дарынды оқушылар жазып отырған тапсырмасын көшірте салуы мүмкін. Олай етуге болмайды. Бұл үшін не істеуге болады? Дарынды оқушы, міне аралас құрмаластың ережесі 167 бетте, міне мәтін екінші тапсырмада 179 бетте. Осыны көріп, оқып, аралас құрмалас жасайсың деп бағдар беруіне болады. Мысалы, бұл халықаралық қатынастардағы күрделі кезең болғандықтан, оны бүгінгі күн ахуалына қарап, қауіпсіз әлем жасау жолдарына сүбелі үлес қосамыз деп, мұғалімнің көмегін қажет ететін оқушы мәтін бойынша сөйлем құрай алады. Келесі осы сабақтың үстінде, сабақтың ортасында тапсырма бойынша саралау әдістері арқылы әрбір бөлім біткен кезеңде тест жұмыстарын құрастыру арқылы білім беріледі. Бізге PISA бағдарламасына сәйкес PISA тапсырмаларын орындау үшін мен бейбітшілік жаршысымын деген мәтінді алдым. Қазақстан тәуелсіз мемлекет. Қазақстанда 130-дан аса ұлт тұрады. Мұндағы халықтар бір-бірімен тату-тәтті қарым-қатынаста. Мемлекеттің алдына қойған мақсаты ұлт болашағын, оның ынтымақтастығын қалыптастыру. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздіктің басты жауапкершілігі деп көрсетілген. Яғни, біртұтас елдің елдігін сақтау әрбір қазақстандықтың борышы. Қазақстан халқының қауіпсіз әлемде өмір сүруі азаматтарымыз бен балаларымыз үшін қажет. Бұл ұлт толысқандығының көрсеткіші делінген мәтінде. Енді PISA тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші, операциялық кезең мәтінді мұқият оқиды. Қолжетімділік және үзінді аспектісі бойынша сұрақ қойылады. Мәтінде не туралы айтылған? Отан туралы, балалар туралы, азаматтар туралы, ұлттар достығы туралы. Оқушылар мәтіннен дұрыс жауабын белгілейді. Екінші, біріктіру және түсіндіру аспектігі бойынша сұрақ қойылады. Маңызды ақпараттың астын сызыңыз, түсінбеген мәліметтің қасына сұрақ белгісін қойыңыз, келіскен пікіріңізді ашып, жазып көрсетіңіз. Мұнда дарынды оқушының және мұғалімнің көмегін қажет ететін оқушының тапсырмалары қайсысын біледі, қайсысын білмейтіні осы жерден жақсы көрінеді. Үшінші, дұрысын ұстап ал, мәтінге сәйкес мақал мәтелдіктер. Бірлік болмай тірлік болмас, отан оттан да ыстық, еңбек етсең емерсің, ұрлық түбі қорлық. Осы мәтінге сәйкес мақалды табады. Сабақтың соңында ресурс бойынша саралау, негізгі ақпараттар бойынша өз пікірлерін бір-бір сөйлеммен білдіреді. Суреттерге қарай отырып, Қазақстан бейбітшілік пен ынтымақтастық жаршысы тақырыбында бірінші Қазақстанның болашағы, екінші Қазақстанның ынтымақтастығы, үшінші тәуелсіз Қазақстан деген тақырыптарда оқушылар
өз ойларын білдіреді. Үйге тапсырма. Мен бейбітшілікті қалаймын. Ой толғау жазу. Мұнда құрмалас сөйлемдер мен аралас құрмалас сөйлем арқылы ой толғау жазу. Саралау тәсілі болып табылмайтын жағдайлардың 5 түрін көрсетіп қойдым. Мұнда қабілетті оқушыларға деңгейі төмен оқушыларды оқытуды тапсыруға болмайды екен. Қабілетті оқушыларға үй жұмысын бермей қоюға болмайды. Оқушыларды қабілетіне қарай жақсы дарынды оқушы, нашар оқушы деп бөлуімізге болмайды. Қабілетті оқушыларға сабақтан ерте қайтуға еркіндік беруге болмайды. Бүгін тапсырманың бәрін орындап келдің, 5 минут ерте кете бері деп шығаруымызға болмайды. Оқушыларға тізім ішінен ұнаған кітабын таңдап оқуына мүмкіндік беруге болмайды екен. Барлық оқушыларға бірдей тапсырма беріп, дарынды оқушыларға үстіне қосымша тапсырма беруіміз керек. Күтілетін нәтиже ізденіс арқылы саралау жұмыстарын, пиза тапсырмаларын орындау арқылы нәтижеге жеттік. Саралау тапсырмаларын пиза бағдарламасына сәйкес қорытынды жасалса, оқушы осы тақырып бойынша шығармашылықпен жұмыс істеуге мүмкіндік алады. Қандай да бір шешімге келе алады және өзінің білімінің қаншалықты деңгейде екенін бағалай алатын оқушы тұлғасы қалыптасады. Қорытынды. Мұғалім бәрін өзі түсіндірсе, оқушы 35% білім алады. Мұғалім мен оқушы бірігіп жұмыс атқарса, оқушы 50% білім алады. Мұғалім саралау тапсырмалары арқылы білім берсе, оқушы 75% білім алады екен. Бүгінгі сабағымызда тапсырмаларды пиза тапсырмасы арқылы орындап, 75% білім алуға оқушыны жетеледім. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.